Ассалаумағалейкум армағазақ, каналымызға қош келдіңіз. Сүйінші үйі жоқтар көрсін, мәжілісте қол қойылды. Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және де подписать етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Үйі жоқтың күйі жоқ, елімізде қолжетімді баспана ең үздікті мәселелердің бірі. Халқымыздың ұлы дала квартиранттары деп атанғаны жанға жақын қатты батады. Бүгінде тұрғын үй бағдарламасында қолжетімді болмай тұр. Елдегі сұраныстардан келіп шығып мыналарды ұсынам. Біріншіден, нұрлы жол бағдарламасы аясында бақытты отбасы және шаңырақ бағдарламасы өзгерістер енгізілуі тиіс. Екіншіден, 2022 жылдың есептік көрсеткіші бойынша 129.707 get жоп неке құрысқан, ал 51.220 жоп ажырасқан. Бұл дегені 40% отбасы бұзылуы, яғни әр 3 жұптың біреуі ажырасылып кетуде. Неге ажырасады? Материалдық дүниеден келіп шыққан жағдайда үй жағдайы бірінші орында тұрады. Сондықтан олардың баспаналы етуге әрекет жасауымыз тиіс. Бақытты отбасы жарнасының 50% есептік көрсеткіштегі ересек адамдардың өзіне қиындық туғызуда. Оны 10%-ға түсіру. Үшіншіден, жастар санатының жалдамалы пәтерлерді түзету шараларын жеделдестіруді шақырамын. Өткен жылғы бағдарлама аясында үйлі пәтерлері құрылуы кешіктірілген себепті көп жас отбасылар далада жүр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.